Так, ёпты. Мына жақта зомби басталып, адамдардың бәрін қырды ауылдағы. Бұлай болмайды, бұлай болуы мүмкін емес. О, жоқ. Мына қандай құбыжықтар тағы. Ё-моё, бұлардың бәрін құрту керек. О, так. Жоқ. Мына жерде бір бос жүр. Абайлау керек. Так, мына жерде тағына менде көмір, темірлер бар мына жерде. Так, біздер деген мыналардан абалымыз керек. Так, давай. Бәрінен базукадан да алып алу керек. О, жоқ, жетпей қалғаны қалай жоқ. Жетпей қалды. Ай, жақсы. Так, жақсы ендеше бізде жетпей қалды. Оқты кетіре бермеу керек, оқты үнемдеу керек. Ё-моё, бізге бір тауға жетсін деген. Тауға тезірек бару керек. Мына зомби вирустан айықтыратын заттар сол жақта. Жоқ. Мә. Ё-моё, маған просто не беріп тастады ғой. Айбай, улан. Так, улануға қарсы дәріні ішіп алайық. Так, зат мыналарын. Ё-моё, мына жақта біраз зомбилар бар сияқты еді. Бірақ мынандай құбыжықтар жүр оның орнына. О, жоқ, о қалмады. Так, жақсы ғана бағана ұшыраған екен жаңағы. Ёпты, еще скелет, зомби. Жоқ, зомбиларды атынан бізге қашу керек. Оқты бекерге кетіре бергені қажет жоқ. Бізге қашу керек мына тауға қарап. Так, таудың ең ұшына шықсақ бізде сол жерде зомбилардан құтқаратын зат бар дейді. Так, сол үшін бізге таудың үстіне тезірек шығу керек. Алдымызда кезіккен бәрін атпасақ, әйтпесе мен өзім зомбида уланып қалсам, кім құтқарады мына әлемді? Так, что мен деген? Ой, жоқ. Мына тікеннің ая. Ё-моё, на какой зомби мынау? Чё, тиме. Так, өл. Чё за? Осы тауға шықсын деді ма бізге точно? О, мынау қарға батып кетті. Жақсы, біз кете берейік. Осы тауға деді ма, өзім сомневаться етіп тұрмын мына жерде. Так, ё-моё, түн батып бара жатқан сияқты. Жоқ, мен көзім батып бара жатқан сияқты ғой. Наконец-то таң атты ғой. Ё-моё, мына зомби вирус деген тарап бәле болды ғой. Ауылымыздың бәріне зомбиға айналдырып жіберген. Ё-моё. Мә, өл. Ёпты. О, түлкі. Атып алайық. Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Мейірбек. Бүгінгі видеомызда көріп тұрғандарыңды зомби апокалипске арналған модты көрсететін боламын. Дерзкий мод бұл деген. Бұл модтың сілтемесін описаниеге қойып кетем. Короче, жүктетін кезде екеуін де жүктеп аласыңдар. Біреуі мысалы пак болса, екіншісі ол деген текстур пак. Текстурын береді осындай сияқты. Короче, осы дерзкий мод жүктеп алулардың ұсынамын. Короче, ойнасаңдар болады осы модпен, зомби апокалипс түсірсеңдер болады. Өте керемет мод, достар. Еще бізде мында базука бар. Базукаға жаңа ақшамыз жетпей қалды. Так что мына жақтан көрсете беремін сендерге. Мынау ракетасы соның. Так, бізде оқтары бар, и дроваштар, көріп тұрғандарындай осынша зат бар бізде. Короче, осындай базука бар, ұстайтын болса осындай. Короче, қазір лайктарыңды басыңдар, арнаға жазылыңдар. Мен сендерге осындай керемет модты көрсетемін. Видеоның басталғанына бір шама уақыт болды, бірақ мен деген енді бастаймын, модқа обзорды бастаймын десем болады. Міне базука бізде. Так, оқтамай-ақ ата бересіңдер, имнан қараңдар. Просто осындай жер жарып тастайды. Мынау примерно бір 4 ТНТ-ны қойғанда ешіп жарады ғой да. Короче, солай достар. И мен сендерге жаңа бір зомбидің түрін көрсеткен болатынмын. И тағы да біраз зомбидің түрі бар. Біраз болғанда 3 зомбидің түрі бар екен өзім. Мынау так, танк, и бізде мынандай зомби бар. Так, бұл жерде мынандай зомби бар, міне түрі осындай. Сосын мынандай зомби бар, түрі осындай. Сосын вот осы страшный зомби мынау енді. Мынадан реально қорқып кетулері мүмкін. Танк дейтін осындай бір, короче, зомби. Мутант зомби. Ату керек бұндайды бар ғой. Ё-моё, өлуі да қиын. Мына босты жеңу қиын болады бірақ. Мынаны қараңдаршы, айқайлауының өзі кәдімгідей жаман әсер етеді адамға. Так, жай ғана осы заттардан құралған, бірақ өте керемет мод деп ойлаймын менің ойымша.
еще осындай заты бар. Короче, бұны өзіңе сеуіп алып, короче, осындай скоростьті аласың и, короче, қашуыңа тез болады. Скоростьті аласың и сосын енді көріп отырсыңдар ғой, короче, зомби вирустан қорғайтын нәрсе, типа сен зомбиға айналып кетпес үшін. Жаңа айтқанымдай модтың жүктеп алған кезінде, короче, екеуінде жүктейсіңдер, текстур пагы біреуі әшейін пак болатын болады. Екеуін жүктесеңдер мод дұрыстап істейтін болады. Мен версиям айта кетейін, көбісі сұрайды 1.18 версия достар. Короче, сендер де 1.18 версияны тартып алыңдар, сонда модтан сендерге проблема болмайды істеуі да. Ал ендеше мен осымен видеомды аяқтайын. Сендерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайктарыңды басып, арнамызға жазылыңдар. Тезірек деп 1.5-ға жетейік достар. Давайте, сендермен болған мен Мейірбек. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар.